Қарекет қоры мына мұқтаж жанға квартира беріпті. Инстаграмнан? Енді сіздің видеоңызды қарадым. Енді осы рилсті көрген жанашыр жандар маған хабарға шығып жатыр. Диана, мына кісіні танимыз, өзіміздің ортамызда жүрген кісі, әпкесін де танимыз. Әпкесі біздің қаланың беделі мықты бизнесмен дейді. Енді жаңағы көрсетілген парақшадағы кісі осы Жадыра ханымның әпкесі екені рас па? Рас болса, өзі бизнесмен екен, инвестор екен. Енді инвестор болу үшін адамда үлкен қаражат болу керек, өздеріңіз білесіздер. Және де өз парақшасында көптеп қолдаушыларына сыйлық таратады екен. Енді өзінің қолы жүріп тұр, бизнесі бар, ақшасы бар. Неге өзінің сіңілісіне бір квартира алып бермеске? Және де Жадыра ханым қайырымды жанды алыстан іздемей, неге өзінің әпкесіне бір ауыз айтпады екен? Қазіргі жағдайым қиын болып тұр, маған бір көмек ретінде қаражат берсең деп неге айтпады екен? Мейрам Мұхан қызының номерін тауып алдым. Ол Мұхан қызының номері неше түрлісі бар екен, бірақ бәрінің цифрлары бірдей, бірақ жаңағы желілері басқа, біреу актив, біреу Билайн, біреу Теле2. Сөйтіп мен өзіне жаздым, өтініш, үйімде қатып қалған кукуруз бар еді жаңағы, жүгері. Соны суға қайнатып, құр күріш қана бар, акиматтың әкеп берген көмегінен қалған күріш. Тамақ таппадым, шыны керек. Күріштен жасалған голубцы пісірдім, жаңа перестеріме салып. Ішінде ештеңе жоқ, тек күрішпен. Соларды видеоға түсіріп жібердім. Міне мен қатты қиналып жатырмын. Баламның судырғы болып жатқан бәрін Қарекет қорына мен өздеріне жібердім. Сосын бұл Қарекет қорынан адамдар келді. 2 рет келді. Енді 2 рет келді. Шынымен жағдайыңыз төмен екен, шынымен қиын екен. Мен инвалид баланы тастап жұмыс істей алмай, мен қазір де сол жағдайда отырмын. Қазір де квартирада отырмын. Мен баланы тастап жұмыс істей алмайым. Күндізде, түнде де. Болмаса оқымысты қызбын мен. Менің өзімнің бухгалтерлік мамандығым бар, кардиолог мамандығым бар. Инвалид баланы тастап жұмыс істей алмайым 3 кішкентайыммен. Квартирада отқасын, балдар шулайды. Ношта істейін десең, түнімен судырғы. Екінші балам әйтеуір тілектес деген, соған сенем. Bir жерге магазинге барып десем де, документке барып десем. Қай қаладан боласыз? Есіктен болам. Сөйтіп Қарекет қорынан келді. Алматы облысы бойынша Әділжан деген жігіт келді. Сөйтіп Әділжанның Алматы облысы бойынша Қарекет қорының жаңағы бастығы екен, Әділжан деген жас жігіт. Келді да, менің балдарымды көріп, мен балдарым аға машинамыз күшті екен деп, 2 кішкентай балам шустрый ғой, аға деп жаңағы осындай мамам қиналып жүрді десе айтады. Менің жағдайым сендерден қиын. Менің машинам ескі машина балам. Деп, менің балдарымның көкірегінен итеріп кетті жаңағы. Сосын бір қызығын айтайын. Соның ішінде Тұрсынәлі деген сол қордың құрылтайшысы келді бір күні. 3-ші адам енді бұл. Былтыр келді. Көрді жағдайын, ол адам дұрыс, тура жолдағы адам екен, Талғарда тұрады. Шынымен жағдайын қиын екен, сені айтамын барып. Мынандай бала көрініп тұрды, бір көзі соқыр, сол жағы инсульт қалғанда аузы істемей қалды, бір көзі көрмей қалды, аяғы істемей қалды, қолы істемей қалды, өкпесі ісіп кетті. Вообще қиын жағдайда ана баланышы. Мен тек Аллаға ғана сенемді, бір Алладан көмек сұрайым да, бір жағынан берер Алла деп. Әйтеуір үйтіп-бүйтіп жеткізіп отырмын, шүкір Аллаға осы күніме де балам тірі, соған қуанам. Сөйтіп жаңағы Тұрсынәлі деген кісі бір емес 2 рет келіп видеоға түсірді. Продукт әкеп берді. Өзі Қарекет қорына зарплатасыз жұмыс істейді екен. Мен Қарекет қорынан зарплата алмайым деді. Мен сауап үшін деді, одан зарплата алмайым. Болмаса зарплатасы 200 мың деді, жаңа аға айтты. Сіздерге көмектесем, 1-2 адамға осындай құрылтайшы болып айтып жағдайын, сөйтіп үй алдыртып бердім деді. Сөйтіп жүрген аға мені айтқан, неше адамды айтқан. Сөйтіп бұл аға кішкене жақсы болып баратыр еді, кішкене несі көтеріліп, енді жақсы болып кетканда, ана ағаны жұмыстан шығарып жіберді, міне кеше жақында. Сөйтіп көріп қалдым Талғарда. Сосын айтты, мені жұмыстан шығарып жіберді Қарекет қоры деді. Ой, аға деп енді не қылатыр ем, жаңа рахмет сізге, әйтеуір продуктыңызге деп жатса, мен жұмыстан шығарып жіберді қызым. Не қылайын енді қандасым деді. Дедім. Сөйтіп тағы бір қызығын айтайын.
Сөйтіп қарекет қорының жаңағы нөмірлерінің бәріне жазғасын, қарекет қорының директоры жаңағы Гүлмира Мұханқызы деген апамыз екен да, әпкеміз. Сосын ол әпкеміз директор қылып өзінің қызын қойған, мұштай қызды. Сөйтіп оның қызының нөмірін тауып алдым. Сөйтіп қызына жаздым. Өтініш, мен осындай далада қалдым. Трассаның бойында контейнерде отырмын. Жағдайым қиын, квартираға ақша тап, қыстың күні мені шығарып жіберді көшеге. Квартиранттар ақшасын төлемейсің, инвалид бала керек емес. Мына горшокқа отыра алмайды, уже 11 жаста бала, туалетке шыға алмайды. Мына үйде горшокқа шығады, кәдімгі үлкен горшокқа. Сөйтіп үйді састың, бүйттің, инвалид баламын деп қуып жібергенде мен далада қалдым контейнерде. Сөйтіп бір күні қатты қиналып отырсам, жаңағы аға контейнерде отырғанымда қасыма өтіп баратыр, Алланың құдіреті. Сөйтіп тағы да бір-екі көмегін беріп кетті. Квартира таптық, әйтеуір көмектесті. Бірақ жаңағы қарекет қорының шынымен де олардың бір қателіктері бар, қайта-қайта келіп адамға үміт береді, үй әпереміз деді. Сөйтіп қызығын айтайын. Бір күн қарасам, WhatsApp-ма группа ашылыпты. 79 мұқтаж адамға қарекет қоры группа ашыпты, қарекет қоры деп. Сөйтіп жаңа группаға қосылдым. Сөйтсем, бұл группада адамдар жаңа қарекет қорының байлықтарын, жегендерін айтып жатыр екен көп адамдар. Бұның пәлен жерде үйлері бар, пакет машиналары бар, ашылмаған. Гүлмира Мұханқызының қасындағы жаңағы жүрген адамдарының барлығының үйлерін айтты. Қай жері Қызылорда бір Торғай деді ма? Сөйтіп айтты. Сосын бұл группадан жаңағы қарекет қоры мені сол группаға админ етіп, өздері шығып кетті. Мен админ етті де өздері шығып кетті. Сөйтіп 79 адамды қарекет қоры лақтырып кетті. Нүкте өтір қоюға уақыт жоқ, айналайын, Седош. Сөйтіп жаңа қарақтарымыз лақтырып кетті. Содан группадан бәрі покинула болып кетті. Қазір сол группадан мен әлі отырмын, админ болып. Бәрі менен сұрайды, мен айтам, мен де сіздер сияқты адаммын, мен де инвалид бала асырайды. Ішінде үлкен кісілерге дейін бар, апаларға дейін бар, тұра алмай жатқан. Үмітіміз бар, әйтеуір деп отырды, 29 адам қалды қазір группада. Оған не қыл дейсің ал? Қарекет қорының Гүлмира Мұханқызы неге ауыра береді? Қашан көрсең Гүлмира Мұханқызы ауырып жатыр, химия алып жатыр, ылғи сондай сөздер естемші. Мен мына жақта құбылаға қарап, Аллаға жалынып, Алла, қарекет қоры үй бергей, неге бермей жатыр, Алла деп бір күні қатты жылап едім. Гүлмира деген адамдан маған 10 мың теңге түсті шотымашы. Білмеймін, неге екен менің шотыма 10 мың теңге салып жіберді. Өйткені мен күнде жылап отырмын, өзі салып жіберді ғой деймін. Былтыр ғой сол. Міне қазір қарекет қорда тып-тыныш, жаңағылардың бәрі блокқа сап тастады, бірақ қарекет қорының колл-центрі әлі блокқа салмады. Бір үмітім бар, видеоға түсіріп алып кетеді сені деп. Неше рет видеоға түсіріп жатыр, қанша халық бар группада. Жаңа қарекет қорына ең бай қор қарекет қоры. Өйткені оған ең күштілер ақша салады. Ең күштілер бір салғанда 5 үйдің ақшасын салады, 3 үйдің ақшасын салады. Қазір жаңағы ағаны жұмыстан шығарып жіберді әне. Мен қазір Құдай Аллаға шүкір, балам 150 мың теңге пенсия алады. 150 мың теңгемнің 80 мың теңгесін квартирама төлеймін. Қалғаны тамақ. Тек аштан өлмесек болды. Басымызда әйтеуір квартирада болса жүрім. 80 мың теңге, 70 мың теңгесі дәрісі болады, несі болады. Сөйтіп мен бір күні қатты ойландым. Балам өзі жүрмейді. Велик алып бердім 7 жасында. Балам великті айдай алмады. Теуіп тастады. Інісі айдап кетті. Сөйтіп анашым деді, маған деді бір не алып берші деді. Машина алып берші деді. Ой, не машина деп пенсиясынан ойыншық машина алып бердім. Мен бұндай машина ойнамайым, бұндай машина айдамайым деп. Мама маған шын машина алып берші. Мен мініп отырам, сен мені интернатқа берген күндерінде болды. Инвалид баланда интернатқа тастап кетіп жұмыс істедім. Қазір да мен көше сыпырам Алматыда түнде 7 мың теңге үшін. Бірақ сөдіргі болады, балам қайтып келем жұмыстан. Енді 3-4 мың теңге алып келем 1-2 сағат істеп. Сөйтіп, балам машина дегесін, мен ойладым, не машина десем, мама. Қазақ елі, мына екі қорға вообще ақша салмандар. Қарекет қоры, асар уме,
былықтардың барлығын жіберіп жатыр маған халық. Мен лично өзім харекет қорынан, мен туысқандарым, мен күйеуім барлығымыз салатынбыз. Сендер халықтың ақшасын алып, не былық жасап жүрсіңдер? Қандай нотариус? Көреміз барлығын. Мен бар ғой, осы іске кірсем осыдан бастап. Ят деген бар ма сендерде? Сендер әбден халықтың ақшасына масайған түрлерің бар сияқты. Сендер ойлап тұрсыңдар ма? Берген адамдарға үндеріңді өшіп отырыңдар. Алып қоямыз үйді деп қорқытқаннан олар үндемей отырады деп. Халықтың көзі ашылды. Халқым, біргек, осы екі қорға ақша салуды тоқтатыңдар бүгіннен бастап. Любой қайырымдылық қордан, немесе блогердан үй алып, үйінің артынан былығы шыққан адамдар маған жекеге шығыңыздар. Қорықпаңыздар, сіздердің үйлеріңізді ешкім алып қоюға құқығы жоқ. Олар өз қалтасынан берген жоқ, халықтың ақшасынан берді. Сіздерді қорқытып отса, қорықпаңыздар, заң бар. Қашан сендер көздеріңді ашасыңдар, кішкене құқықтарыңды қорғап үйренсеңдерші. Алдында маған Мерей Жолшыбай дейма, содан алған үй қирап жатқан. Тағы қандай жігіттер тобында Айдар деген әнші барып берген үй. Маған көп адамдар жазған. Сол адамдардың барлығы жазыңыздар. Көздеріңізді ашатын уақыт келген шығар. Қорқып уже батыр болған кездерің келген шығар.